Біздер Технодом сауда үйінен 22 наурызда Горенже маркалы духовка сатып алып едік. Осы жақында ғана іске қосып қараған кезде, тоққа қосқан кезде сенсор жұмыс істемейді. Негізі сенсор мына жердегі уақыты 12:00 болып шығу керек екен. ютубтан қараған кезде бізде ондай жоқ. Мына барабандар тек бұраған кезде ішіндегі лампочка ғана жанады, мына жарық. Мына жеріндегі сенсорлы кнопкалар басқанда қосылмайды. Негізі дұрысында бұл қосылу керек, дыбыс шығу керек. Мыналарда 50 температура 100-ге келтіргеннен кейін мына старт стопты басқан кезде мына оң жағындағы сол жақтағы кнопкалар дисплей кнопка жұмыс жасамайды. Сондықтан Горенже компаниясына бізге жанып тұрған лампочкасы